Шайға келіңдер. Мама, папаға пранк істейік. Не пранк? Дайын ба шайың? Ай! Шайдан алыңыз, отағасы. Шай. Неге ана помидорға изменять етіп жүрсің мына макаронмен? Не ұзын болды ма не? Проблемаң шешіле ма? Сен помидорды турап тастайын. Құдай сақтасын, мама. Не болды сен балаға? Мама тыныштық па? Не болды помидорға? Не болды? Мына помидор изменять етіп жүр мына макаронмен. Интернеттен көрдім. Мама үйде отыра беріп алжиын деп тұғды. Папа, не болды шешең сайын баласы? Папа, прикинь, мама қуып жатыр. Помидормен сөйлесіп жатыр. Папа, макаронға изменять жасасын деп жатыр, папа. Қумаша шешең сайын баласы, не айтып отырсың? Жүрші, папа, өзің көресің, жүрші. Қатын, тыныштық па? Тыныштық емес болып тұр ғой сол. Мына сорлы помидор. Мына морковпен измена жасап жүр. Уайт деп тастайын. Помидор сен қумаш қатын. Ол жейтін зат қой, қалай измена жасайды? Сен басың істемей. Қайсы қызуын көтеріп тұрған жоқ. Прикол ұстап отырсың сен маған? Қара міне интернетте, міне қара. Сөйлейтін. Қайсы шешеңсің, әкеш? Балам, мынау не? Папа, бұл искусственный интеллект қой, өтірік зат қой бұл. Қатын, қумаша шешеңсің, искусственный интеллект дейтін о таста бар. Сендер немен тупой көріп отырсыңдар ма? Қазір мен мынаны уайт деп тастаймын. Уайт етемін қазір. Берген екеуіңді де уайт етемін сен қотақ. бала, тұрсайшы. Қазіргі жастар тәрбиесіз вообще. Сен өтірік ұйықтап отырсың ғой, біліп отырық қой. Чолодой Малыбек, тұрсаңшы болды ғой. Інім, тұрсай, інім. Біліп отырық қой, өтірік істеп отырқаның, тұрсай. Видите, у него может пульс и нет. Ініме, жүректі, інім. Ёп, твою мать, сен водительскийде отырсың ғой, кетсе пассажиркіге. Маман қақтай? Ұйықтап отыр. Ұйықтай берсін. Маман оятсаңшы. Оятса енді барып. Қорғанмен. Қорыққан десе? Оят көрсеңші. Қатын. Жата бересің ба? Тұрса, шай ішейік та. Қатын. Сымылап. Айуан. Қалай оянады? Не үшін ояту керек еді мамаңды? Не үшін болғанда? Туған күні ғой. Таң атып кеттім ғой. Тұрдың ба? Кешегі айып етпе бол, кешір. Ойнама ана мені, ана жаман теді ғой. Керек қой, удейінізді керек қой. Ай! Айттарың мен. Не сорлай. Кеше сізді таяжегіңізді білмейді бе? Ачу мына қарындасы менен қорқып сескеніп тұр. Менің түрім бір маньяк ұқсай ма? Бір бұны өлтіріп кететін адамға ұқсап тұрмын ба мен? Давай сәл күліп, кішкене пик миланып тұрайшы, чтобы мені күдіктенбеу үшін. Досым қазір үйге барған кезде папаның алдында айтып қойып жүрме, шегетініңді шетіңді түсін ба? Я құрысын, мен ішпеймін да шекпеймін ғой, жүрші. Давай на, позор шашпа, кімдермен араласасың деп айтады. Бала, қалайсың? Кім мынау? Папа досым ғой, қосайын деген. Ассалаумағалейкум аға, қалдыңыз қалай? Не жұмыс істейсің сен бала? Мен компьютер жинайтын аға. Бала десе, осы жас кезінен жұмыс жасау керек. Мен аға, ішпеймін, шекпеймін, айлада жүрмеймін. Қуаттым. Жоқ аға, мен қыздарға бармаймын, пәкпін ғой мен. Қуасым. Не күліп отырсың шешеңді салай? Мала десе, осы пәк болып жүру керек. Атағы мен аға намаз оқимын, 5 уақыт оқимын. Жұманы да қалдырмаймын. Мынау дейтін актер ғой таза. Мала десе, намаз оқып жүрсің, мала десе, красавчик жігітсің ғой. Садақа беріп тұрам аға, садақа. Қумаш қус, мала десе, осылай болып жүру керек міне. Красавчик бала екенсің. Дұрыс, осындайлармен дос бол балам, мен кеттім. Қуасың ба, қус, таза актерсың ғой, мал шеше. Алқашсың ғой сен, қалай бала жоқ кет. Жүрші болды, шейікші, темекі тартайық, жүріп кет. Темек тартайық сінес, шейік сінес, мынау. Қотақпас екен мен, жақсы аға. Қатын. Ана балаларға анау мынау сұқ. Не болды? Не жабыстырып алған бетіне? Бетті демалдыратын ғой, маска ғой сондай. Саған да жабыстырып берейін ба? Керек жоқ маған. Қартайғанда жүрейін енді, бетіме маска жабыстырып. Біздің беттерге пайдасы бар ма екен? Не жағып отырсың? Бальзам ғой. Ерінің жарылғанына сондайға күшті. Папа, мен боксқа кетіп тұратын. Молодец балам, дұрыс. Еркек деген спортмен айналысу керек, тренировкамен жатпау керек та. Рахмет.
Сізге де бару керек ау. Менде нең бар ей? Қартайғанда несін мен? Жатпайын ба өйстіп демалып? Телефоныңызға бір қарап аласызсаңызшы. Мына қатын кім? Мына қатын. Шешеңнің Үлкен балам бергеш. Ау папа чодан не болып қалды? Балам енді мен сенің туған күніңе міне машина Toyota Crown. Мін игілігіңе мен балам. Папа рахмет көп. Папа сіз жақсы көрем рахмет. Ал Атош кішкентай балам, сен енді үйдің кішкентайысың. Саған BMW. Папа, лапе. Ей, рахмет болса рахмет балам. Мына машина сенікі енді. Өзің мін, яма? Үйдің кенжесісің сен. Красавчик. Папа, мен үйдің ортаншасы. Шақырдыңыз ба? Шақырған жоқпын мен сен. Неменеге шақырады екен? Білмеймін ғой папа, үйдің үлкенін шақырдыңыз, кішкентайды шақырдыңыз. Маған да шақырып машина берейін деп жатыр ма деген ғой. Мен сен максимум аузыға берем балам. Машина бере алмаймын, ренжіме. Папа, неге машина бермейсің? Маған да беріңізші, пожалуйста, пап. Велик па бірдеңе. Шешеңді сылайын, ешак топасы. Үйдің ортаншысы, салютпен туылған. Ештеңе жоқ саған. Кет шешеңді сылайын. Папа, енді мен ұмытпаған шығарсың. Папа, по-любому мен балаңызбын ғой сіз. Шешеңді айтпақшы. Bir машина бар еді саған берем деп отқан. Бәсе папа пранк істаған ғой маған. Мә, ортанша бала. Әдемі машина ғой мынау дейтін. Үй бөлмеңе апарып қойып қой, болашақта аларсың өзің. Сен топас ала алмайсың ғой, ақшаң жоқ. Папа, мынау мамаға беріп тұрған машина. Папа, рахмет. Папа. Ай, мен қорқам. Қорқпай. Отырым ғой қасыңда. Киноға болашын. Қорқпай қойсын. Астрал көріп отырсың ма? Ай, бол. Қақтан сапеті қалды сәде? Ей, кіммен сөйлесіп отырсың? Ей, балаңда нақұрыс болып қаласың ба? Балаң армияда ғой сен? Ей, армияға кетсе, кегенде армияға ке. Құдай ай. Тым жоқ қой мына аяқта, Баба? Майыным. Кіммен сөйлесіп отырсың? Мамаңда, Мамам нағашылары жаққа кеткен жоқ па? Не болып кетті мынау еш? Осындайда оянып кететін бар еді ғой мен. Ай! Ет қабыл болсын. Ішесің бе? Кесей, ауыз ашып қойыңдар ма? Енді ету керек еді осыны. Мама, папаға пранк істейік. Не пранк? Ей, тұрсай, не болып қалды? Не болды? Не жүгіріп жүрсің? Ей, ана күйеу бала қайда? Күйеу балаңыз демалып жатыр. Шаршаған ғой. Кәне ана бана. Ай, уан. Ей, мынау тұрыпты ғой. Ей, сен бала, ей. Ей. Ой. Ойнайтын досың ба мен сен? Папа, жабы ауызын сен. Сен бала, мына жерде жатпайын. Ені, шешем. Ай, оны атаңен емет. Пранк. Райондағы братандар. Братан, ана икадағы алдық футболда чуть-чуть қалды деп айтқызған сен ба? Мен ғой, мен қандай жерде тұрып айтты ғой? Барын, чуть-чуть шыдаңдар, чуть-чуть. Бүкіл Қазақстан поддержка беріп жатыр деді ма? Мен текстім ғой да. Өзім соны айтам, алдық айтып жібер деп. Жатсаттың тиктоктан көргенсің ба? Өзің текстін өзің тиктоктан көріп отырсың. Братчик, магазинге барып қайтшы, ана жерге бар. Братан, 2007 болған мен ондай порядке мен маған артық әңгіме айтып тұрып қой. Сен бар. Ол 2009 братчике ғой, тиіспей ақ қойсын. 2011 жоқ па? Өзің сөйлесіп ал. 2010 ба? Е. Не ішесіңдер магазинде, не алайын? Агуша ғой. Агуша, Қаяқта туып жатсыңдар, бұндай болып, дәу ғой. Братан, стрелкаға барғанда былай айтсам қалай? Вчера на свет появился, еще базаришь мне десем қалай? Өте тез айтып жатсың. Сәл андай, әдемілік жеткіз да, бетіне қарап айтпа андай. На свет появился, базаришь, деп білдіртпей жерде жан жағында естейтін ғой. Сосын олар пышақ шығарып жатса, пышақ шығардың ба, тықпасаң шығарма деді, 4 бет шығарма жазып өткізген. Қасында балдар жүреді, өздері тексеріп алып. Плавно кіріп кетеді. Братан, саған ана бақа сәлем айтып жатыр. Ана тыртық бақа ма? Жоқ, ол емес. Ақсаңда жүретін бе? Жоқ, ол емес. Мына жерде сұрағым бар, Жоқ, братан, ол емес, ана кім? Данчоның бір әшке ше бақа. Шланга данчо ма?
Жоқ, братан. Бас тесік бастанчы ма? Братан, ше ауылда нормальный адам қалған өзі. Білмеймін мен өзім енді келіп жатырмын мысалға, жақсы.